7-8 сабақ. Әдет-ғұрыптар. Адамдарда әртүрлі әдет болады. Мысалы, біреу ерте тұрып, дене шынықтырумен айналысуды әдетке айналдырса, енді біреу астан кейін түсін шығуды әдетке айналдырады. Әдеттің жақсы да, жаман да түрлері бар. Сондықтан халық жирен жаман әдеттен, үйрен жақсы әдептен деген мақал қалдырған. Әдет халықпен бірге жасап келе жатқан ұлттық ғұрпымыздың бір түрі. Қазақ халқының өмір бойы қалыптасқан таным, ұғым, әдет, әдеп, салт дәстүрлерінің айқындалған, заңды күші бар, ел таныған, мойындаған сара жолы ерте жасалған. Ол ұлттық болмысы мен мінезінде, жадында ата-баба ұлы істерінің жақсы үрдісін сақтап, дамытуды көздеген, мақсат еткен. Мұны ғұрып дейміз. Мұнда тәрбие, адамгершілік, ар-ұят, намыс, тектілік, парасаттылық, қайырымдылық, мейірімділік, имандылық келбетінің мыңдаған жыл жасаған қасиетті қағидасы мен даланың даналық ережелері жинақталған. Халқымыз оны қадірлеп, құрмет тұтқан. Бұл әдеттен айнығандарды түзейтін де жол тапқан. Сөйтіп, халықтың өзі ұлттық тәлім үлгінің, мәдениеттің осындай бірегей заңын жасап қалдырған. Мұндай ғұрыптың адам санасы мен тәрбиесіне қосқан үлесі, ықпалы өте зор. Ел ішінде мұны сақтап, ұрпақ санасына сіңіріп отыратын ақсақалдары мен билері, ел ағалары, қажы молдалары, білгірлері, шешендері болған.